Құрметті футбол сүйер қауым, бүгін міне Астана Ордабасы ойынына келдік. Видеоблог түсіремін. Бүгін бірінші рет футбол туралы түсіріп, сондықтан да қолдау көрсетіңіздер. Астана Ордабасы ойыны бүгінгі чемпионаттың орталық ойыны, құрметті достар. Астана Ордабасы, бірақ бір байқағаным, Астана өз алаңында Алматыда ойын өткізіп жатыр. Өздеріңіз білесіздер, Астананы биылғы маусымда ойындарын Алматыда өткізеді. Бірақ Алматыда бүгін Ордабасы жанкүйерлері өте көп екен. Жанкүйерлер өте көп. Ойын Шымкентте болып жатқан секілді. Ордабасылар өз алаңында Шымкентте ойнап жатқан секілді. Есеп әзірше 0-0, құрметті достар. Құрметті достар, Қазақстан чемпионаты орталық матч Ордабасы Астана арасында ойынға келдік. Бүгін блог түсіреміз, бізбен бірге болыңыздар. Бүгін Ордабасы Астана командасы өз алаңында ойнап жатыр Алматыда, бірақ құрметті достар, ойын Астанада өтіп жатыр. Бірақ Шымкенттен келген командар жанкүйерлер бүгін есепті командаларына барынша қолдау көрсетіп жатыр. Қолдау ерекше. Бірақ Ордабасы командасы бірінші тайында аса қатты бір шабуылға шыға алмады. Есеп 0-0. Міне қазір Асқат тағы берген доппен. Асқат тағы берген асырған пас, бірақ доп иесін таппады. Ойын жауып. Астана командасы шабуылға шығып жатыр. Кеткіш шабуыл және гол соғуы мүмкін. Бірақ өкінішке орай қақпадан қисып кетті. Давай, Астан! Чемпион! Ай, давай! Құрметті достар, есеп ашылды. Еркебұлан Тұңғышбаев гол салды. Есеп 1-0. Алда Ордабасы командасы ойын аяқталуына бір 10 минуттай уақыт қалды. Көреміз енді Астана Таразбасын теңестіре ала ма, әлде Ордабасы көш бастай ма? Соңғы Астана минуттары есеп 0-1. Соны Асаттың шоңдағы және бірақ кеш сықырып берді. Соны асырған пас, бірақ өкінішке орай. Және асырған пас қақпашы өз орда тауына білді. Және бұлдарға да ойында алғашына тұр. Қақпашы өз орнынан тұрып көрді. Еркебұлан Тұңғышбаев бүгін қолдады. Еркебұлан Тұңғышбаев. Сонымен достар, ойын аяқталды. Григорий Бабаян асып кеті мүмкін бе? Ойын аяқталды. Давай.
достар, бүгін матч аяқталды. Қасымда Асхат Ағаберген, Ордабасы командасының капитаны. Асеке, бүгін ойын туралы өзіңіз сұраңыз. Әрине, оны жаңа ұлттық құраманың паузасынан кейін командаға келіп, жаңада бірге бәріміз қосылып, ең қиын сәттер деп айтады ғой. Осы қиын сәтті барлық командамен бірге өттік. Жеңіске жеткенімізге өте қуаныштымыз. Мықты қарсылас Астана. Енді Қазақстан футболының бренді деп айтады ғой. Содан кейін осылай екі есе мотивация болды. Мысалы чемпиондық гонкаға қайтадан оралуымыз. Енді жақында сіздер үшін керебе болады команда чемпионат лигасы. Қандай команданы бірінші кезде осы команда түспесін деген бар ма? Жоқ, ондай команда жоқ. Енді біз бұйырғаны болады ғой. Енді мына команда түсін, мына команда түсін деп тыңдамақ қойып, бұйырғаны болып, ары қарай өзіміздің ойынды ойнасақ, ары қарай кетеміз деген. Бүгінгі ойын жалпы төрешіге ешқандай не жоқ қой енді. Күмән, күдік ондай бір болды енді, болды. Ол енді футболда эмоциямен болғаннан кейін әр кезде болып жатады. Енді ұтқаннан кейін барлығы кетеді.